Сәлем, құрметті көрермендер, бүгінгі біздің тақырыбымызда workbookпен жалғастырамыз. A famous game, атақты ойын. Ол қандай атақты ойын? Бұл жерде қарап тұрсаңыздар, қазір мына атақты бізде Rubik ойыны болып табылады. The Rubik's Cube. Осы ойынды кім ойлап тапты, қайда ойлап тапты, осының барлығын біз қазір қарастырамыз. Окей, the first. Бұл жерде параграфта бөлінген A, B, C, D, E. Осыларды бірінші аударамыз. My name is Ben. Менің атым Ben. I am 12 years old. Мен жасым 12-де. And I want to design games. Мен ойынның дизайнын жаңағы безендіргім келеді дейді, ауыстырғым келеді дейді. Why? Не үшін? Because I love the Rubik Cube. Себебі мен осы Rubik ойынын өте жақсы көремін, кубын жақсы көремін дейді. It's my favorite game of all time and I can do it in 3 minutes. Мен осы ойынды өте сүйікті ойыным болғаннан кейін өте жақсы көремін және күні бойы ерінбей ойнаймын дейді. Және де мен оны 3 минутта өзінің орнына қойып шығам, түстерді ойынына қойып шығам дейді, сондай мағынада берген. Ағырай B нұсқасында не жазылған? The cube has got 6 colors: white, yellow, orange, red, blue and green. Бұл кубта дейді 6 түрлі түстері бар дейді, яғни ақ, сары, оранжевый, қызыл, көк және жасыл. To play it, you move the cube and make each side one color. Сен бұл ойынды ойнау үшін дейді, бұл кубты, яғни бір ойын орнынан қозғауын керексің дейді, және де әр қозғалған ойыны түстеріне сәйкес келу керек дейді. C нұсқасы: Erno Rubik is a creator of the Rubik's Cube. Erno Rubik деген кісі болған, ол кісі осы Rubik кубын ойлап тапқан дейді ойынын. He created it in 1974 and it quickly became a popular game. 1974 жылы ойлап тапқан, және де бұл ойыны өте атаққа жылдам ие болған екен. Millions of people bought it all over the world. Көптеген миллиондаған адамдар осы ойынды әлемде сатып алған дейді. D нұсқасында: Everyone loves the Rubik Cube. It's so popular it can be seen in adverts, TV shows, music videos, video games and films. Әрқайсысы осы Rubik, әр адам осы Rubik, кубик Rubik дейді ғой бізде. Оны өте қатты жақсы көрген, және де ол атаққа ие болған соншалықты дейді, ол жарнамаларда көріне бастаған, TV ойындарда, TV шоустарда, музыкалық видеоларда, ойындарда, видео ойындарда және фильмдерде осы кубты қолдана бастаған дейді. You can see it in the trailer for Discipline Me 3, which is a popular film all over the world. Сен тіптім дейді, Discipline Me 3, яғни осы атты, осы фильмді, трейлер фильмі бар дейді, осы жерде сіздер анықтап көрсеңіздер болады. Бұл өте атаққа, әлемге әйгілі атақты фильм болып табылады, және сол фильмнің ішінде осы Rubik бар дейді. E нұсқасы: Erno Rubik invented something he really liked and made money from it. Erno Rubik осы ойынды ойлап осы нәрсе затты ойлап тапқаны, және де ол көптеген осы ақшаны өндіріп алған дейді, осы ойынды ойлап тауып. I want to design new games too, maybe computer games and video games. Ал мен дейді осы ойынды, яғни дизайнын өзгерткім келеді дейді, және де мүмкін оны компьютерлік ойындарға, видео ойындарға енгізгім де келеді дейді. Бұл жерде өзінің идеясын айтып тұр. I've got a lot of good ideas. Және де менде көп деген жақсы идеялар бар дейді. Мінеке осы кубик Rubik ойынын мінеке қолына ұстап тұрған осы Rubikті айтып жатыр. Text is about, текст не жайлы дейді. Окей, текст не жайлы? Design. Нұсқасын алдық біз, дизайн жайлы екен, яғни бұл жерде мынау Беннің өзі болғандықтан дизайн өзгерткім келеді деген соң дизайн деп алдым. Окей. Келесі екінші тапсырмада бұл жерде бізде балалар
берілген мына жерде текстке байланысты сөз. Бұл жерде қай параграф И нұсқасы ма, С нұсқасы ма, Д нұсқасы ма, соны тауып жазуымыз керек екен. Біріншісінде Ben's ideas for the future. Беннің болашаққа деген идеясы қандай? Қай жерде болашақ туралы жазылған? Әрине И нұсқасында. Біріншісі И нұсқасы болады. Екіншісінде he talks about the inventor of the game and when he invented it. Бұл жерде екіншісінде С нұсқасы болады, себебі ол өзінің жаңағы ойлап тапқан ойыны туралы айтады, және де оны ұсынады. Invented it. С нұсқасы ары қарай кеттік. Үшіншісінде бізде бұл жерде Б нұсқасы болады, себебі he describes the game. Ол осы ойынды кубикті жаңағы не істейді, сипаттайды. Сол үшін Б нұсқасын алдық. Төртіншісіне he talks about the popularity of, бұл жерде of the game. Бұл жерде ойынның қаншалықты атақты екенін айтып кетеді. Сол үшін бізде бұл Д нұсқасын алдық. Okay. Next exercise number 3. Бұл жерде тақырыпта кестенің ішіндегі сөздерді біз мына жерде бос орынға қоюымыз керек. Exercise number 3. Бос орында бұл жерде қайсы болады? Бірінші, мінекей, there are 6 colors болады on the cube. Екіншісінде, Ben does the cube in 3 minutes. Үшіншісінде, Erna Ruby created the cube. Төртіншісінде, the game is very popular all over the world. Бесіншімізде бұл жерде, the cube started in the discipline me 3 trailer. Алтыншысында, Ben wants to design new games. Жетіншісімізде бізде, Ben has got some ideas for games болады. Мінекей балалар, осылар жауаптары. Next exercise number 4. Бұл жерде біз сұраққа жауап беруіміз керек, және де осы мәтінді қолданып. Okay, мінекей, how many people bought the Rubik cube? Millions of people bought the Rubik's cube болады. What color are in the cube? The cube has got 3 colors. When did Rubik first make the cube? He created cube in 1974. How do you play the Rubik cube? To move the cube and make each side one color. How do we know the Rubik's cube is successful? Everyone loves the cube. Барлығы кубты жақсы көреді. It can be seen everywhere. Ол барлық жерде көрінді дейді. Барлық жерде оны көруге болады. Соңғысы, what does Ben want to do in the future? Ben wants to design new games. Okay, next exercise number 5. Бұл жерде мына берілген қара сөздердің біреуін таңдаймыз. Шағына қарай, зат есіміне қарай деген сияқты. Окей, бұл жерде бізде мына бесіншісі тапсырманы қарайық. My sister designs computer games. Do you want to play my new video game? Үшіншімізде бізде video games are good entertainment болады. Төртінші, did you create that new game? Create болады. Бесіншімізде, have you got a good memory for people's name болады. Memory. Алтыншымызда бізде, you can choose this game or that game. Choose болады. Соңғы бізде жетіншімізде, you need a good imagination. Imagination болады. Мінекей, балалар, осымен біздің сабағымыз аяқталды. Менің арнама міндетті түрде жазуды ұмытпаңыздар, себебі күнделікті сабақты бірге орындаймыз. Келесі сабақта көріскенше сау болыңыздар.